Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сырты қытырлақ, іші жұмсақ, дәмі деген ерекше болып шығатын картошка фрилерді бірге дайындаймыз. Менің арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен картопымызды өте қалың емес, өте жіңішке емес, дәл видеодағыдай орташа етіп және ұзынша етіп турайтын боламыз. Картопты мөлшерін өз қалауыңызша алсаңыздар болады. Мен 6 орташа картопты пайдаландым. Мінекей, картопымыздың барлығын турап болған соң, міндетті түрде салқын суға бір рет жуып аламыз. Бір жуғаннан соң үстіне тағы да салқын су құйып, бір шай қасық уксус салып, жақсылап араластырамыз. Сосын суын төгіп тастаймыз. Және де осындай таза майлықтың үстіне картоптарымызды түгелдей бір тегіс етіп жайып шығамыз. Біздің картоптарымыз судан ажырап, толығымен құрғақ болуы тиіс. Сол себепті біз үстінен осылай қағаз майлықтың көмегімен жүріп өтеміз. Сонда біздің картоптарымыз құп-құрғақ болып шығады. Ендігі кезекте картопымызды шарашаға салып, үстіне бір ас қасық кукурузный крахмалды саламыз. Және де видеодағыдай қолымызбен емес, шарашаның көмегімен осылай сілкіп, кукурузный крахмал барлық картопқа тиіп шығу тиіс, жақсылап араластырып шығамыз. Содан соң қызып тұрған майымызға картопымызды осылай аз-аздан сала отырып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Ең алғаш кезінде осылай көп үршейді, былғап жібергесін ол кетеді. Және де үстіне тағы да картоп салып жіберсеңіздер болады. Газдың асты міндетті түрде қатты шығып тұруы тиіс, және де картоптарымыз шамамен 4-5 минут аралығында пісіп шығады. Осылайша біз барлық картопымызды пісіріп аламыз, және де майынан сорғыту үшін осындай үлкен сетка ожауға салсаңыздар болады. Піскен фрилерімізді біз міндетті түрде қағаз майлықтың үстіне қойсақ, артық майынан ажыратамыз. Және піскен бойда жылы кезінде бөлек ыдысқа салып, үстіне бірден тұз және де басқа дәмдеуіштер салып араластырып жіберсек, дәмі бірден жақсы сіңетін болады. Осымен біздің өте дәмді әрі қытырлақ фрилеріміз дайын. Сіздермен бірге болған мөлдір, назарларыңызға рахмет.